Сәлеметсіздер ме оқушылар, әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. 2-ші сынып 48-ші сабақ өзіңді тексер. Менің туған үлкен бөлімін аяқтаймыз. Бөлім бойынша біліміңді қайталап бекітесің. 1-ші тапсырма өлеңдерді оқы, әр шумаққа сәйкес келетін тақырыпты таңда. Ғасырын жаңа бастаған қазақты әлем біледі, мерейі асқан астанам мәңгілік елдің жүрегі. Нұр-Сұлтан. Тақырыбына сәйкес келеді. Халқым қалап қоштаған әнұраным асқақ ән. Үнін, тілін, ұғамын тым ерекше басқады. Әнұран немесе гимн. Аспандап көгілдір елімнің жалауы. Күні нұр төгіп тұр жалындап алауы. Бұл ту. Қазыналы жерімнің даңқы көкті кернейді. Тыныштығын елімнің бесігінде тербейді бейбіт өмір. 2-ші тапсырма жазбаша теңеу сөздер мен сөз тіркестерін тауып көшіріп жаз. Мақта, теңеу сөздер мақтадай, түйедей, аттай, шапқылаған. Аттай шапқылаған. Сөз тіркестері шөлге шыдамды, ат бәйгесі. 3-ші тапсырма оқып сөздерді салыстыр, түсіндір. Ауыл қазақ халқының ежелден мекендеген кең даласы. Қала өркениеттің дамыған заманауи мекені. Көл ауқымы мен жағынан үлкен, ал көлшік кіші болады. Таяқтың қалыңдығы мен ұзындығы таяқшадан үлкен болады. 4-ші тапсырма бұл сөзді айтқан кім, оқиғаның жалғасын есіңе түсір. Ата, әже, түс көрдім, қызыл сиыр қайтып келіпті деді атасы мен әжесі күлді де қойды. Бұл сөзді айтқан Бибан. Сөйлемдерді толықтырып жаз. Кең байтақ отанымды мақтан тұтамын. Мен Ақтөбе облысында тұрамын. Біздің ауыл Қостөбе деп аталады. 6-ші тапсырма суреттерден қай жерді таңдың әңгімеле. 1-ші суретте ол Байқоңыр ғарыш айлағы, 2-ші суретте Астанадағы Хан Шатыр ойын-сауық орталығы, 3-шісі Медеу мұз айдыны, 4-ші суреттегі Көкшетаудағы Бурабай. 7-ші тапсырма теңеу сөздердің асынсыз. Күн нұрындай, жарық, көгілдір аспан, қазыналы жер, даладай кең. Балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.